Ер адамдардың биі болмаған десет қазақта. Енді бір өнер зерттеушілер айтады, керісінше қазақта тек қана ер адамдар бұрын билеген дейді. Осының қайсы дұрыс? Мен де осы қазақ биін зерттеп жүрген адамдардың бірімін ғой. Еш жерде мынандай әйел биші болған ол заманда деген дерек жоқ. Біздің әйел бишілер тек қана мына бізде сахналық өнер пайда болып дамығанда ғана келді сахнаға, жаңа Шарапамыздан бастап. Оған дейін мысалы анау театр өнері деп, анау Семейдегі алғашқы үйірмеден басталған ненің өзінде қыздар билемеген. О жерде де жігіттер билеген. Зауырбек Шашубаев, Жүнісбек Жолдинов, бәрі де жігіттер. Көбіне жаңағыдай бишілердің қимылдарында бір циркке тән әрекеттер болған. Насыбайшы деген би болған. Ол неде бүкіл одақтық байқауда бірінші орын алған би.